Затымыз әйел болғасын әйелдермен әңгімелесіп, сыр бөлісіп жүреміз ғой. Сондай әңгімелерден байқағаным, көп отбасыларда әдетте үйдің бар жауапкершілігін әйелдер арқалайды екен. Үй салу, той жасау, қара қазан мен сары баланың қамында бүгінде әйелдер ойлайтын болыпты. Осыдан 2-3 жыл бұрын ғой деймін, бірде жұмыстан шығып, үйге жетем дегенше төңіректі қараңғылық басып қалды. Күз кезі болатын. Үйім аялдамадан бірталай жерде. Жүріп келе жатып байқадым, алдымнан ілби басып бір әйел кетіп барады. Жүрісі баяу. Телефонмен әлдекімге бақырып-шақырып, мазамды алғасын қайнымның үйіне кетіп қалып едім. Бутылкам толып, соны ауыстыру керек болғасын үйге қайтып бара жатырмын. Ендігі ұйықтап қалған болса, жақсы болар еді деген сөздерін естідім. Оның жанынан озып өте бергенімде, сіңлім, әлі біраз жүрсең, серік боп бірге жүрейікші, иттерден қорқып келе жатырмын деді әлгі әйел. Мейлі деп жүрісімді баяулаттым. Базарда тұрасың ба? Деп сұрады. Жоқ, жұмысым бар дедім. Онда дұрыс екен. Жұмыс орның жылы ма? Жаурап жүрген жоқсың ба деді тағы да. Жоқ, жаурамаймын. Жылуды да беріп қойған дедім оның қамқор көңіліне риза болып. Ауруды суықтан табады екенбіз ғой. Оны білмей, жастық шақта, денсаулықтың барында ыстыққа да, суыққа да қарамай базарда, желдің өтінде тұрып сауда істеп, бүгінде ешкімге керек емес мүгедек болдық. Байға да, балаға да деніңнің сауында керек екенсің. Денсаулықтан бірі айырылып қалғасын, оны қайтып қалпына келтіре алмайды екенсің ғой, деп күрсінді. Ауырып жүрсіз бе? Деп сұраған едім, кекесінмен мырс етіп, қашан өлетінімді күтіп жүрмін дегенім дұрыс шығар деді. Қойыңызшы, қайдағыны айтпай. Ауырған адамның бәрі өледі деп кім айтты сізге? Дедім оған дем бергім келіп. Ауру өтіп кеткесін айтам ғой деген әйел әңгімесін әрі қарай жалғады. Талай жыл базарда тұрып сауда істедім. Ауырсам да дәрігерге көрінген жоқпын. Емделуге уақытымды да, ақшамды да қимай жүре бердім. Қуығым шаншып ауырғанда жаным көзіме көрінетін. Одан белім ауыратын болды. Өстіп-өстіп кесел көбейе келе ауру үйреншікті әдет болып қалды. Түнімен ыңқылдап-сыңқылдап шығамын да, таңертең сауданы қимай, базарға кетемін. Үлкен үй салып жатыр едік, алдымен сол бітсін дедім. Кейін ұлымды үйлендіріп той істейін деп жүгірдім. Бір күн саудадан қалсам түсіп тұрған ақшадан айырыламын. Үйде менің ғана табысым тұрақты. Күйеуім табылса істейді, табылмаса жатады. Тойға санаулы күн қалғанда денсаулығымның нашарлап бара жатқанын байқадым. Түзге шығу қиындап кетті. Дәрігерге көрінсем ауруханаға жатқызып қояды деп қорқып, сонда да емханаға бара қоймадым. Әупірімдеп жүріп тойды да өткіздік. Ертесіне есімнен танып құлап, үйдегілер жедел жәрдем шақырыпты. Дәрігерлер шұғыл түрде операция жасап, тік шегімді алып тастапты. Злокачественный рак пайда болған, оны алмаса болмайды екен. Операциядан шыққасын талай рет химия қабылдадым. Содан бері 2 жыл болды, түзге шыға алмаймын, бутылка ауыстырып отырамын. Кісінің үйіне қона алмаймын, түнделетіп болса да үйге қайтуым керек. Әйтпесе иісі әлемді алып кетеді. Бұлай қашанға дейін сүйретіліп жүретінімді кім білсін. Әңгімесін аяқтаған кезде оның үйінің тұсына келіп қалған екенбіз. Мен үйіме жеттім. Сен әлі біраз жүресің бе? Деп сұрады. Иә, әлі бірталай бар дедім. Жақсы, айналайын, денсаулығыңды күтіп жүр деді қоштасып тұрып. Мен әрі қарай жүріп кеттім. Адамның жаны неткен сірі. Деп қоямын жүріп келе жатып. Қалай өзіне қарамай, денсаулығын күтпей, үй бітсін, той өтсін деп жүре беруге болады. Денсаулыққа осылай салғырт қарауға бола ма екен? Ертесіне күн сенбі еді. Жасы үлкен көрші әйел бас аурудың дәрісін сұрап келіпті. Ауырсақ дәрі ішіп қоя салмай, докторға көрінуді де ұмытпайық деп кешегі көрген әйелдің әңгімесін айтып едім, көршім оны танитын болып шықты. Байғұс-ай, ауырып жүріп алқаш байымен алысып жүр ғой ол сорлы. Ішіп алып төсекке шақырып тыным бермейді екен жынды байы. Жатыр мен ішектерінің бірталайын алып тастаған ғой оның. Сүйретілген шылаңгілер мен шишасын сүйретіп жүрген сорлы байды не қылсын? Қара ешкіге жан қайғы, қасапшыға мал қайғы дегендей болып тұр ғой олардың жайы деп көршім бірталай әңгіме айтып тастады.
Тағы біраз күннен кейін сол көршімнің үйіне барсам, бөтен бір кісі отыр екен. Көршім былай шыққасын ана отырған еркек өткенде екеуміз әңгіме қылған науқас әйелдің күйеуі екенін айтты. Уақыт өте келе ол кісіні көшеде, дүкен алдында карта ойнап отырған еркектер арасынан жиі көретін болдым. Әр көргенде көшеде бұлай сенделгенше ажалын күтіп жатқан әйелінің жанында отырып көңілін ауласа, жылы сөзін арнаса болмай ма екен деп ойлайтынмын. Өйткені ауылдағылардан сол әйелдің төсек тартып жатып қалғанын, жақын жуық ағайындары келіп бақылдасып жатқанын еститінмін. Адам ит жанды деген рас екен ғой. Әлгі әйел содан кейін де бір жылдай аурудың азабын тартып төсекте жатты. Ал күйеуі болса қағанағы қарқ, сағанағы сарқ сықылды көшеде жүреді. Жүзінен қайғының табы білінбейді. Біздің үйдің жанында ішкілікке үйір жалғызбасты кісі бар еді. Әлгі кісі сол үйге жиі келгіштейтін. Қараша күздің бір жексенбісінде есік алдында кір жуып отыр едім. Жалғызілікті кісінің үйінен шулаған дауысы естілді. Не болып қалды деп көшеге шығып қарасам, қабақтары қатыңқы 3-4 кісі науқас әйелдің күйеуінің басына тақия кигізіп, өздерімен ертіп кетіп барады екен. Әйелінің өмірден озғанын түсініп көзімнен жасым ырғысы шығып кетті. Өзім қараңғыда түрін анықтап көрмеген сол әйелдің денсаулығыңды күт деген бір ауыз сөзі құлағымда қайта жаңғырып, солығымды баса алмай ұзақ жыладым. Отбасының тасын өгіздей өрге сүйрелеймін деп жүріп опат болған сорлы әйел-ай. Дедім іштей қынжылып. Үлкен үй мен балаңның үйлену тойын өміріңнен де артық көргенің бе? Не қызық, не жақсылық көрдің екен өмірден? Сені солай етті екен деп жүрген күйеуің де жоқ, кім үшін сабылдың соншама? Осы оқиға ойыма оралса әлі күнге жыларма халге түсемін. Көшеде кетіп бара жатып, сол әйелдің үйінің тұсына қарасам, үйлеріне тағы да бөлмелер жамап қосып, есік алдында қыбырлап жүрген адамдарды көремін. Өлгеннің артынан өлмек жоқ, тірі адам тіршілігін қылады ғой. Дегенмен үйімнің жыртығын жамаймын деп өзін соншалықты құрбан қылған әйелді аяймын. Ол өлген соңда үйі құлаған жоқ, балалар мен күйеуі аштан қатып қалмай тіршілік етіп жатыр. Осыны көргеннен кейін ең бірінші өз денсаулығымды күтуім керек, қалғаны екінші орында деген ой түйдім. Өйткені күйеуіңнің көңілінен шығып, балаларына жақсы ана болу үшін де алдымен денсаулық керек қой.